Қалайсыздар? Бүгін сіздерге лайфхак далада, айдалада, болмаса көлдің жағасына демалуға барған кезде пицца жегілеріңіз келсе, жылдам әрі тез қалай пиццаны дайындауға болады. Ендеше жарайсың деген белгі қойып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Ал кеттік, бірге сіздермен бірге жасайтын боламыз. Енді мен заттарды дайындап қойғам. Майыпке шыққан кезде обязательно кетчуп аласыздар, соленый огурцы, және осындай кішкентай сыр болса да жетеді. И сосиска болмаса колбаса. Міне мен лавашты кесіп дайындап қойғам. Донер жасайтын лаваш. Кез келген магазиннен тауып алуға болады. 300-400 теңгеге, ішінде бір 3-4 болады. Келесі видеодан бастап новый рубрика басталады. Өте қызықты. Арнаға жазылып қойыңыздар. Осымен бүгінгі видеомыз соңғы мәресіне жетті. Сіздерге 5 минутта далада болмаса көлдің жағасында пиццаны әрі дәмді әрі тез қылып дайындап көрсетуім керек болған. Қолымнан келді, көрсете алдым деп ойлаймын. Және бұл тек бастамасы, өздеріңіз байқап жатқандай YouTube форматына енді келіп жатырық. Енді қателіктер болады, бірақ сол қателіктерді маған комментарийға жазыңыздар, өйткені мен соны оқып, келесі видеода сол қателікті қайталамауға тырысатын боламын. Егер де полноценный ресторандағыдай пицца жасаған келеді десеңіздер, мен алдыңғы видеоларым ішінде арасында бар. Яқты өзі видео көп те емес, бірақ сіздерге тағы да көрсетуге дайынмын. Осы видеоға 1000 лайк жинасаңыздар қолымыздан келеді. Сіздерден қолдау, арнаға жазылып, комментарий жазып, мынандай жарайсың деген белгіні қоюды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Енді жаңағы 1000 лайк енді цел ғой. Жету белгілі бір мақсатқа. Мен де бір орында қалып тұрмаймын. Үйдің айналасында болмаса, үйде сіздерге видео түсіріп жүре бермеймін. Сіздерден де қолдау көбірек болған сайын мен де Таразға, Шымкентке, Алла қаласа Алматы, Астанаға да, сояққа да барып видео түсіруге тырысамын. Тек қана сіздерден қолдау, әуелі алға, барлығы жақсы болады міндетті түрде.